سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман қауым, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы Құран кәрімнің ішінде болған Ясин сүресінің қасиеті жайында, Ясин сүресінің тәпсір жайында оқимыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясин вал Құр'анил хаким иннака ламинал мурсалин. Ясин сүресінің бірінші алдын ала сізге қасиетін, сол жайында айтылған хадистерді, сол жайында айтылған пайғамбарлардың және де сахабалардың сөздерін айтып кетейік. Анас ибн Малик радиаллаху анху келген хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген екен: инна ликулли шейин қалбан ва қалбул Құр'ани ясин ва ман қараа ясин катабаллаху лаху қираатаха қираата Құр'ани ашрата марратин. Ахраджа Тирмизи ва қала хадис ғариб деген. Бұл хадисте мағынасы кімде-кім Ясин сүресін оқитын болса, және де Аллах Тағала әр нәрсенің бір жүрегі бар деген екен. Ол Құран кәрімнің жүрегі Ясин сүресі деген. Кімде-кім Құран Ясин сүресін оқитын болса, Аллах Тағала оның әр оқығанына Құран кәрімді 10 рет оқыған сауап береді деген екен. Яғни бұл жерде Ясин сүресінің қасиеті жайында, яғни бұл жерде мысалы адам баласының жүрегі бар дейміз, жануарлардың жүрегі бар, сол сияқты да Құран кәрімнің бір жүрегі бар, ол Құранның жүрегі Ясин сүресі екен. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадис бар деген: Мән қараа ясин фи лейлати асбаха мағруфан лаху ва мән қараа хамин әлләти ядкуру фиха ад-духан асбаха мағруфан лаху. Кімде-кім түнде Ясин сүресін оқитын болса, тұрған кезде Аллах Тағала оны кешірген түрде тұрады екен дейді. Кімде-кім Духан сүресін оқитын болса, түнде сол сияқты ол тұрған кезде кешірім, жаңадағы Алланың кешірімі оған мойнына түсіп, ол кешірілген түрде таңертең оянады деген. Бұл хадисті Рауах имам Ахмад келген хадисті. Және де басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген екен: Бақара сүресі ол Құран кәрімнің шыны және Құран кәрімнің төбесі деген екен. Және сол Бақара сүресімен бірге 80 періште түскен екен дейді. Және ол Бақара аятул курси аршының астында түсіріп, аятул курси сол Бақара сүресімен, аятул курсимен Бақара сүресі бір ерекшеленді. Және де баса келеді: сіздер Ясин сүресін оқыңдар, сіз Ясин сүресін қайтыс болған кісілерге оқыңдар деген екен. Және де бұл жерде Ясин сүресінің қасиеті солай болып тұр екен. Және де басқа ғалымдардың, ислам ғалымдардың айтқан сөздері бар. Валихаза қала базу уламаи, кейбір ғалымдардың сөзі бар: мин хасайхи хазии сурати аннаха ла тақра индал амри асирин илля яссараху Аллаху Та'ала. Бұл Құран кәрім, бұл Ясин сүресінің қасиеті, бір ерекшесі, бір қиын істі болған кезде оны бір жақсысы бір оқысан, ол істі Аллах Тағала әлбетте жеңілдетеді деген. Және де вакана қираатаха индал мейт, қайтыс болған кісілерге бұл Құран кәрім оқыған кезде литанзила рахмата ва бараката, сол жерде мәйітке, қайтыс болған кісіге бұл рахмет және береке түсу үшін валиясаххал алейна руха хуруджу рухай валлаху та'ала алам. Енді жеңілдік оқимыз дейміз. Мысалы адамдар ауырып жатқан кезде жаңадағы жеңілдік оқу үшін біз бәріміз Ясин сүресін оқу үшін барамыз, Ясин оқуға барамыз. Сол жаңағы Ясин оқыған кезде Аллах Тағала жаңадағы қайтыс болған кісінің рухын шығаруға жеңілдетеді дейін. Бұл және Аллах Тағала тағы да жақсы біледі деген екен. Және де
имам Ахмад рахматуллахи алейх былай деген екен: кана махишатал яқулуна ида қираат яғни ясин айндал майти хафафаллаху таала. Кімде кім қайтыс болған кісіге ясин сүресін оқитын болса, Аллах тағала қабір азабын жеңіл қылады деген екен. Бұл ясин сүресінің, және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде бұл ясин сүресін әр нәрсенің бір жүрегі бар деген екен. Ол Құран кәрім жүрегі ясин сүресі деген екен. Және де бұл ясин сүресін үмметтің барлығының жаттауға, білуге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арыз еткен екен. Және осы сүрені бүкіл мұсылман қауым жаттауға керек деген екен. Имам Хаммами рахматуллахи алейх өзінің тәпсірін былай деген екен: бұл хазиги суратул маккия, бұл сүре Мекке қаласынан түсірген екен дейді. Және де бұл сүренің себебі нүзулі, яғни әр нәрсенің бір түсу себептері болады. Мысалы, Аллах тағала пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Құран кәрімді 23 жыл бойы заман уақыт бір себеппен долайы түсірген екен. Мысалы, бір уақиға болады, сол уақиға қатысты Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсірген екен. Бір сұрақ тұрады, сол сұраққа жауап ретінде Аллах тағала пайғамбарымызға аят түсірген екен. Сол сияқты бұл Құран кәрімнің бұл ясин сүресінің себебі нүзулі, су себебі иннал каффара қалу иннал Мухаммадун лайса бинабийин вала мурсалин бал хуа ятимул аби талиб вама захабал мактаба вама аллама минал муаллими факайфа ясира набиян. Бұл жаңадағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы ислам уақытында мұсылман адамдарға ислам дінін жаюға Аллах тағала оған үміттеген екен. Сол сияқты соның араб қауымы, сол жерде болған арабтың елінің қауымдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды пайғамбар ретінде мойындамаған, олар былай деген екен: ол Мұхаммед пайғамбар бола алмайды дейді, және ол елші бола алмайды дейді, себебі ол Абу Талибтің бір жетім баласы деген екен дейді. Қараңыз, бұл жерде ол пайғамбар болмайды дейді, ол жетім бала дейді, ол қалай пайғамбар болады дейді. Вама захабал мактаба вама илма вама минал муаллими, ол ешқандай бір мектепке барған жоқ дейді, ол сауатсыз дейді. Сауатсыз адам қалай мұғалім, қалай пайғамбар бола алады деп жаңадағы өзінше сол же Меккенің кәпірлері өзінше пайғамбарға сенбеген. Факайфа ясира набиин, ол қалайша содан кейін ол пайғамбар бола алады деген өзінше бір адасқан ойларын айтқан екен. Факаннал куффара мусиррина фи инкарихим, олар ешқашан олар өздерінің көпірлігінде, олар өздерінің жаңадағы осындай болғанына жаңадағы қатты болған екен. Соған Аллах тағала былай деген екен: бұл ясин сүресі сол кәпірлердің сөздерін инкар ету үшін, кәпірлердің сөзін жоққа шығару үшін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға былай кезде жан беру үшін былай деген екен. Аллах тағала кәпірлердің сөздерін рететті. Қалай? Бұл сүремен дейді. Және де иннака ламинал мурсалин деген екен. Сен әлбетте пайғамбарсың деген екен. Бұл жерде иннака ламинал мурсалин сөз, иннака әлбетте сен ламинал мурсалин пайғамбарлардан боласың деген екен. Яғни бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға Аллахтың бірі болғанын түсіндіріп, олар сенбей, яғни көңіл түседі, неге бұлар сенбейді деп өзінің ішінде ойлаған кезде Аллах тағала бұл жаңағы кәпірлердің сөздерін жоққа шығару үшін, пайғамбарымыздың пайғамбарлығын тағы да жандандыру үшін жаңағы иннака ламинал мурсалин деген екен. Әлбетте сен періште, әлбетте сен мурсалсың, әлбетте сен елшісің деген екен Аллах тағала. وكأن هذه السورة دليل على رسالته فلا جرم أنها صارت قلب القرآن كأن قال الله صلى الله عليه وسلم. Бұл жәнедегі бұл аят пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар болғанына дәлел, пайғамбар болғанына бұл айғақ болған екен. Және де пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір хадис бар деген екен. Жаңа бұл хадис қайталаймыз. Инна ликулли шайин қалбан ва қалбал Құр'ани ясин ва ман қарааха катабаллаху лаху би қираатиха әл-Құр'ану ашрата марратин. Әр нәрсенің бір жүрегі бар деген. Құран кәрім жүрегі ясин сүресі. Кімде кім ол ясин сүресін оқитын болса, Аллах тағала Құран кәрімде 10 рет оққан сауап береді деген екен.
فَلَمَّا سُمِعَتْ مَلَائِكَةُ قَالُوا تُوبَى. Аллах Тағала аспандарды және жерде жаратқаннан кейін Инна Аллаха Та'аля қараата ясин ва таха қабла ан яхлуқа самавати вал арз би алфи ам. Жәнедағы Аллах Тағала аспандарды және жерді жаратқаннан бұрын Ясин сүресін және Таха сүресін оқиды екен. Және де оны естіген періштелер осыны пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам умметіне сүйінші болсын дейді. Және де осы сүрені жаттағандарға сүйінші болсын деген екен. Және де бұл сүрені оқығандарға да сүйінші болсын деген екен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисте былай дейді: Инна ахлал джаннати ла яқрауна шейан минал Құр'ани илля Таха ва Ясин ва Суратур Рахман. Жұмақтың әхлі, яғни жұмаққа барған мұсылмандар жұмақта тек қана Құран кәрімнен Таха сүресін, Ясин сүресін және Рахман сүресін оқиды екен дейді. Бұл Ясин сүресін жәннатта оқылғаны бізге айтылған екен. Мысалы, әрбір мұсылман қайтыс болған уақытта мұсылмандардың жаназасына біз баруымыз керекпіз. Сол жайында бұл жерде былай деген екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Айи муслимин ва муслиматун қираата инда хума сурату Ясин ва хума фи сакаратул маут. Қандай бір мұсылман ер кісі болсын, мұсылман әйел кісі болсын, оның қастарында Ясин сүресі оқитын болса, жаңағыда сакаратул маут деген сөз өлім аузында, яғни қиналған уақыт оқитын болса, нуззила алейха ба'да кулли харфин ашрата амлакин. Аллах Тағала әрбір әріпіне 10 періште оған сүреді екен. Яқумуна байна айдихим. Сол періштелер ол қайтыс болған адамның алдында былай тізіліп тұрады екен деген. Суфуфан сап-сап тұрады. Уясаллуна алейхима, оған салават оқиды дейді. Уястағфируна лахума, оған Алладан кешірім сұрайды екен дейді. Уяшхадуна ғаслаха, жаңадағы жуғанына олар жаңадағы куәгер болады дейді. Уяттабиғуна жаназатухума, олардың жаназасына ұят дейді. Яғни періштелер жаңағы ол қайтыс болған кісінің алдына келеді, оған салават оқиды, оған Алладан кешірім жалқайды сұрайды екен. Және де жуғанына олардың куә болады, және де оның жаназасына ұят. Жаназаға келу деген сөз жаңадағы артында бұлай келіп қатысу емес, жаназа деген сөз жаназа намазына сап-сап тұрып қатысу деген сөз екен. وقال الله صلى الله عليه وسلم أكثروا قراءة هذه السورة فإن فيهما خصائص كثيرة. Сіздер Құран кәрімді Ясин сүресін оқуды көбейтіңдер, себебі Ясин сүресінде көптеген мағыналар, көптеген бір нелер бар, қасиеттер бар деген екен. Енді Ясин сүресін өзінің ақын оқуға кірісейік. Ясин дейді Аллахтан Құран кәрімде. Бұл Ясин сүресінің мағынасы Алладан басқа ешкім білмейді екен. Яғни бұл жерде адамдардың ғаҗиз болған, адамдардың былай айтқан кезде әлсіз болған, Аллах Тағаланың күшті құдіреті болғанын дәлелдейді екен. Бұның мағынасын тек қана Аллах Тағала біледі, бұның мағынасы адамдар білмейді екен. Бұл жерде وقد تقدم كلام على حروف المقطعة في أول سورة بقرة وروي ابن عباس. Бұл жаңа Бақара сүресінің алғашқы аяттар сияқты, жаңа алиф лам мим, ха мим, каф я айн сад деген аяттар сияқты да бұл Ясин деген сөз хуруф муқаттағат дейді. Яғни хуруф муқаттағат деген сөз мағынасы жоқ, мағынасы тек қана Аллах Тағала білетін сүре екен. Бұл жайында Акрама уәл Тухак уәл Хасан уәл Суфиян деген екен, аннал Ясин би мағна я инсан деген. Бұл Ясин сүресі ей инсан, ей адам баласы деген мағына білдіреді деген екен. Және де уақала Саид ибн Джабир уахуа казалика фи луғатил хабаш. Хабаштан лұғатында бұл осылай болады деген екен. Яғни оны әрине Аллах Тағала тағы жақсы біледі. Уақала Зайд ибн Аслим уахуа исмун мин асмаиллахи та'ала. Бұл Ясин сүресі Аллах Тағаланың есімдерінің бір есім деген екен. Яғни бұл нақтысын қайсы болған Аллах Тағала тағы жақсы біледі екен. Ясин уәл Құр'анил хаким. Аллах, ол Құран хаким.
ол хаким Құран кәрім. Яғни хаким деген сөз үкім беруші, мұсылмандарға жақсылықты үйрететін, жамандықтан тыятын ол Құран кәрім хакім. Иннака ламинал мурсалин. Сен, ей Мұхаммед алейхиссалам, әлбетте сен оларға жіберген бір елшісің деген. Жаңадағы бұл жерде жоғары айтқан сияқты, Аллах Тағала пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхиссалам ол қауым Құрайш тайпасына, ол жерде болған араб тайпаларына, бүкіл мұсылман әлемге рахмет жіберген пайғамбарға, сен әлбетте пайғамбарсың, сен оларға жіберген бір елшісің деген екен. Бұл пайғамбарымыздың ішінде болған осы пайғамбарлық міндетін тағы да жандандыру үшін, жан беру үшін Алланың берген бұл сөз екен. Танзилун азизир рахим. Танзил азизир рахим. Сені осы айыл хадиhi сиратул бұл сені түсірген, сені Аллах Тағала түсірді. Жаңадағы азиз және рахим болған Аллах Тағаланы сені осы дүниеге жіберді екен. Иннака аля сираты мустақим. Танзил азизир рахим. Литунзира қауман ма унзира абаухум фахум ғафилун. Сені жіберген себебі сен жаңадағы сенен бұрын болған қауымды, сенен бұрын болған мұсылмандарды, жаңағы сол қауымдарды тура жолға салу үшін, тура жолға қою үшін. Себебі олар өздерінің күпірліктерінде, өздерінің жаңадағы мүшіктерігінде, жаңадағы адасқанда олар болғандықтан, сен оларға жұмақты түсіндіру үшін, сен оларға жаңадағы Аллах Тағаланың дінін түсіндіру үшін сен жіберілдің деп Аллах Тағала айтқан екен. Литунзира қауман ма унзира абаухум фахум ғафилун. Лақад хаққал қаулу аля аксарихим фахум ла юъминун. Олардың көбілерінде бұл сөз жетті, және олар оған сенбеді деген мағынасында. Вақал ибн Жарир деген кісі былай деген екен. Лақад ваджабал азабу аля аксарихим би анна Аллаха Та'ала қад хатама алейхим фи уммул китаб аннахум ла юъминун. Бұл жерде Ибн Жарир деген екен. Оларға Аллах Тағаланың, олардың көбісіне Аллах Тағаланың азабы уәжіп болды. Яғни бұл жерде олар пайғамбар болған сенбегендіктен, олар Аллах Тағалаға сенбегендіктен, оларға сөз айтылғаннан кейін, олар білгеннен кейін, естігеннен кейін, олар сенбегендігі үшін Аллах Тағаланың азабы оларға уәжіп болды деген екен. Арман қарай Аллах Тағала сол сенбегендердің жайында азабы қандай болған бізге баяндап айтыр. Инна жаална фи аънақихим агhlаlan фахия илал азқани фахум муқмахун. Біз олардың мойындарына бағаулар қойдық, және де оларды басып, олар жаңадағы бастарын бұрмайды екен. Әне бұл жерде Аллах Тағаланың ақыретте беретін азабы, пайғамбарға сенбеген азабы осы болады екен. Олардың мойындарына темір бағау қойып, олар жаңадағы бастарын бұрылмайды екен деген. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وقال مجاهد ابن حق ومن خلقناهم سدا деген сөз ан хаққи фахум ятараддадуна. Олар жаңадағы мағынасы былай: біз олардың алдарында бір перде қойдық. Вамин халфихим саддан, біз олардың арттарына перде қойдық. Фағшейнахум фахум ла юбсирун. Олар көрмейді деген екен. Бұл жерде мужахид былай деген екен: Ваман халфахум саддан ваман хаққи фахум ятараддадун. Олар хақты көрмейді, хақты қабылдамайды. Вақал қатада фи далалатихи ва қаулихи та'ала фағшейнахум. Олардың далалеттерінде, адасушылықтарында жаңада көп болған, олар алдында болған хақты көрмейді. Алдында келген олға түсіндіреді, олар оған көрмейді. Артына келген бір пайғамбар түсіндіреді, алдынан келген пайғамбар түсіндіреді, олар оны сенбейді. Олар өзінің адасушылықтарында ешқандай бала жаңадағы көрмейді екен. Даласында фағшейнахум фахум ла юбсирун. Олардың көздеріне
былай айтқанда перде жабылған ла янтафауна би хайр ва ла яхтадуна илейхи, олар жақсылықты ешқандай пайдасын білмейді және бұған сенбейді деген осындай бір мағына түсіндіреді екен. және Аллах пайғамбар саллаллаху алейхи оған қанша айтса да, олар қанша түсінсе де, олар өзінің ішіндегі болған күпірлікпен, имансыздықтан, далалеттен олар сенбейді, көрмейді, және де бұл перде солай болған екен. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْزَرْتَهُمْ فَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Оларға сен қаншама түсіндір, оларға сен қаншама қорқыт, олар бәрі осыған сенбейді деген. Яғни бұл жерде Аллах Тағаланың пока хидаяты болмаса, Аллах Тағаланың рахметі болмаса, оларға сен қаншама түсіндір, қаншама олар қорқыт, бәрібір олар сенбейді. Себебі Аллах Тағала олардың алдында перде қойды, арттарына перде қойды, көзден жұмды. Аллах Тағала сондай бір азап берген екен. Жалғасында иннама тунзиру ман иттаба'a зикра ва хашияр рахмана бил гайб. Иннама тунзиру ман иттаба'a зикра. Аллах Тағаланың зікіріне, сенің сөзіне сенгендер ғана қорқады. Аллах Тағаланың оларға тек қана беретін сүйіншісі Аллах Тағаланы кешіру және мол сауап деген екен. Яғни тек қана Аллах Тағаланы қабылдау, Аллах Тағалаға сену ғана, ол Аллахқа сенгендер ғана, пайғамбарымызға ұйғандарға ғана сауап бар, оларға ғана кешіру бар, оларға ғана не бар? Көп сауап бар деген. Инна нахну нухйил маута ва нактубу ма қаддаму ва атharahum ва кулла шайин ахсайнаху фи имамин мубин. Біз, дейді Аллах Тағала, біз қайтыс болған кісілерді қайтып тірілтеміз, және де біз олардың істеген амалдарын бір жерге жазамыз, және оларды біз бір жерге, олардың жазылғандарын біз жерге біз топтаймыз деген, жинаймыз деген екен. Яғни бұл жерде Аллах Тағала именно иман жайына түсіндіріп жатыр. Бірінші, Аллах Тағала пайғамбардың сөзіне сеніңдер, пайғамбарды пайғамбар ретінде қабылдаңдар. Қандай бір жетім бала болмасын да, қандай бір мұғалім болмаса да, қандай бір сауатсыз болмаса да, оған сендір. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шын мәнінде жас кезінде мектепте оқымағандан, сауат алмағандан, Аллах Тағала оған оқы деген кезде ол оқыды. Яғни ол жерде Аллах Тағала бүкіл дүние жүзінде қаншама білім бар, қаншама нәрсе бәрін біліп үйреткен екен. Жаңадағы пайғамбарға сендір деген. Екіншіде, оған сенбегендерді Аллах Тағала азаптайды деп осыны түсіндірген екен. Енді үшіншіде Аллах Тағала иманын түсіндіріп жатыр. Мұсылманша қалай болады? Біз әлбетте қайтыс болған адамдарды қайтып тірілтеміз, және де олардың істеген істерін жазамыз, және оларды біз бір жерге жинаймыз деген екен. Бұл жерде біздің ойымызға мындай хадис келеді: «Иза матал инсану инката анху амалуху илля мин саласин асадақатан жариятун ал-илм юнтафиху бихи ал-валадин салихин ядуғу лаху садақа Расулуллах». Бұл аят, бұл хадистегі мағына, адам баласы қайтыс болған уақытта оның амал дәптері жабылады, тек қана 3 адам баласын амал дәптері жабылмайды деген екен. Яғни бұл жерде бұл амал дәптері деген сөз, жоғарыда айтқан біз олардың істеген жазамыз деген сөз, адам баласының бүкіл амал дәптерін, бүкіл істерін міндеттеген періштелер адам баласының амалдарын сол дәптерге жазады екен. Бірінші жаңадағы бақта 3 адам баласының амал дәптері жабылмайды дейді. Ол біріншісі жаңадағы садақа жария еткен кісі, екіншісі білім үйренген кісі, үшіншісі өзіңіз келген артына қалған салихалы балалар оған дұға ететін болса, бұл 3 кісінің амал дәптері жабылмайды деген екен. Яғни бұл әр адам баласының дүниеде істеген амалдары, дүниеде істеген құлшылық ғибадаттары, бүкіл нәрсесі Аллах Тағала бір дәптерге, бір амал дәптерін бәрін жазып қойды екен. Ақыретте бұл амал дәптері бүкіл мұсылмандарға, бүкіл адамдарға, кімге оң жағынан, кімге сол жағынан бұл амал дәптерлер адамдарға беріледі екен. Сол және Аллах Тағала баршамызға осы амал дәптерлерімізді оң жағынан беруге, амал дәптерлерімізде, намаздың амал дәптерімізде тек қана салихалы амалдар болуға Аллах нәсіп қылсын. Құрметті жамағат, осы Ясин сүресінің қасиеті жайын тыңдадыңдар. Енді келесі тақырыбымызда арман қарай Ясин сүресінің
ішінде болған уақиғалар, осыны болған уақиғаларды уағызымызды келесі уағыздарымызда осы Ясин сүресінің қасиеті жайында жалғастырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. صل على سيدنا مصطفى